Әлемнің түкпір-түкпірінде біз көрмеген түрлі жан-жануарлар мекен етеді. Суда, құрлықта өмір сүретін кейбір ерекше жаратылыстарды көргенде, Алланың құдіреті шексіз екеніне көзіміз жетеді. Бүгінгі топтамада мен сіздерге ерекше жануарларды көрсетемін. Бәлкім, сіз олардың суретін де көрмеген боларсыз. Мұхит жарқанаты, немесе тышқан балық, мұхит тереңін мекен етеді. Бұл ерекше су жануары басқа балықтар сынды жүзе алмайды. Оның жүзбе қанаты құрлық жануарларының аяғына ұқсап кеткен. Тышқан балық көп қозғалғанды ұнатпайды. Ол өз жемтігін күтіп, бір жерде ұзақ уақыт тұрады екен. Мұхит жарқанатының денесінің ұзындығы 35 сантиметрден аспайды. Оның ерекше дене пішіні жасырыну үшін өте қолайлы. Қылды ала кірпі. Мадагаскар аралын мекен ететін кірпі тұқымдастарының бұл түрін көрген кезде кез келген адам жымияры сөзсіз. Себебі қылды ала кірпінің ұзын тұмсығы мен денесіндегі инелері бірден көзге түседі. Оның денесінің ұзындығы 16 сантиметр, салмағы 80 граммнан бастап 250 граммға дейін жетеді. Дәуіт шаян. Дәуіт шаян Австралия маңындағы мұхит суларында мекен ететін шаян тектес ерекше жаратылыс. Олар табиғатта өзінің жыртқыштығымен өзгешеленеді. Дәуіт шаян ұсақ балықтар мен өзінен кіші шаяндарға шабуыл жасап, оларды жемтік етеді. Оның алдыңғы екі қысқашы сағатына 80 км жылдамдықпен алға қарай атылады. Дәуіт шаянның алға ұмтылған оқтай қысқашына тап болған шаян тектестердің мықты сауыты сол мезетте сынып қалады. Шаянның ерекше жаратылысы әлемдегі көптеген ғалымдарды таңғалдыруда. Қызғылт бақа. Қызғылт бақаның өзге бақалардан ерекшелігі оның күлгін түсті денесінде. Бұл ерекше жаратылыс өмірінің көп бөлігін жер астында өткізеді. Ал сыртқа тек көбею үшін шығады екен. Бұл бақа тұқымдас жануар ең алғаш 2003 жылы Үнді елінен табылған. Оның ұзындығы небәрі 7-9 сантиметрге жетеді. Китоглав. Бұл өзгеше алып құс Африканың шығысындағы саз батпақты мекен етеді. Китоглавтың бойы 1,2 метр, салмағы 7 килограммды құрайды. Оның 23 сантиметрлі ерекше тұмсығы кімді болмасын таң қалдырмай қоймайды. Китоглав балықтар, бақаларды қорек етеді. Қысқа мойынды керік. Қысқа мойынды керік, орман керігі, немесе окапи деп аталатын бұл жануар орталық Африка елдерін мекендейді. Бойы 2 метр, салмағы 250 килограмм. Окапидің тағы бір ерекшелігі ұзын тілінде. Ол керіктер сынды ағаштың жапырақтарын қорек етеді. Қар ешкісі. Ақ түсті қалың жүні бар қар ешкісі солтүстік Американың жартасты тауларын мекен етеді. Ол -40 градус төмендегі температурамен сағатына 160 км жылдамдықпен соғатын желге төзімді. Жаз айларында ешкілер 4-5 танадан бірігіп өмір сүреді. Ал қыс айлары жақындағанда олардың саны 20-ға жетеді. Көгілдір айдаһар. Көгілдір айдаһар мұхит суында мекен етеді. Моллюск тұқымдас бұл ерекше сұлу жаратылыстың ұзындығы небәрі 3-8 сантиметр. Көгілдір айдаһар улы болғандықтан оны қолмен ұстау өте қауіпті. Моллюск кіші денесіне қарамастан жыртқыш су жануарына жатады. Себебі ол өзінен бірнеше есе үлкен су мекендеушілерін қорек етеді. Көк түсті тотықұс балық.
Атлант мұхиты мен Кариб теңізінің Коралл рифында мекен ететін бұл көк түсті балықтың атауы оның тотықұстың тұмсығына ұқсас болғаны үшін берілген. Тотықұс балықтың ұзындығы 120 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Оның адамдардың назарын аударатыны тотықұсқа ұқсағандығы емес, бәлкім толықтай көк түске боялған денесі. Паку балығы. Паку балығы оңтүстік Американың тұщы суларын мекен етеді. Пиранья тұқымдас балықтың ерекшелігі оның өсімдіктерді қорек етуінде. Ал оның ауыз қуысында орналасқан ерекше тістері адамды таң қалдырады. Пакудың тістерін алғаш көргендер оны адамның тісіне қатты ұқсатады екен. Видеоны соңына дейін тамашалаған көрермендеріме алғысым шексіз. Егер осы видео арқылы өздеріңізге пайдалы ақпарат алған болсаңыздар, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікірге осы жануарлардың қайсысы сіздерді таң қалдырғаны жайлы, қай жануарды алғаш көргендеріңіз жайлы жазыңыздар. Ал видео соңында алдыңғы видеолардағы ең үздік пікірлерді тамашалаңыздар.